Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақстан тарихы YouTube арнасының көрермендері, оқырмандары. Бүгін біз Қазақстан тарихы пәнінен ежелгі Қазақстан тарихы туралы айтатын боламыз. Жалпы бұл ежелгі Қазақстан тарихы тас дәуірінен бастау алады. Тас дәуірі біздің заманымыздан бұрын 2,6 миллион жылдық пен 3000 жылдық аралығын қамтиды. Тас дәуірі жалпы адамзат тарихы дамуының алғашқы кезеңі деп аталады, немесе адамзат тарихы дамуының алғашқы кезеңі тас дәуірі деп аталады. Тас дәуірінде адамдар тас құралдарды пайдаланады, және адам баласының даму тарихы өте ұзақ болды. Бұл кезеңде ертедегі адамдардың маймылдар мен жануарлардан басты айырмашылығы еңбек құралдарын жасай білуінде болды. Құрметті YouTube арнаның көрермендері, келесі сабақты жіберіп алмау үшін біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыздар.